Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім? Бүгін мен сіздермен бауырға май басқан кезде жаттығуларды көрсетіп өтемін. Әрі сіздерге бауырға қалай май басады, қандай болады, сол туралы айтып өткім келіп отыр. Бауыр май басу медицинада бауырдың майлануы немесе стеатоз деп аталады. Бұл кезде бауыр жасушаларының өзі клеткалары болады ғой, сол клеткалар кәдімгідей жоқ болып кетеді. Бауырға май басқан кезде, кәдімгі бауырға май басқан кезде дене шаршағыш болады, әлсіздік болады, тәбеттің төмендеуі, жүрек айну, таңда тұрған кезде кәдімгі жүрек айну, даже запор құсқанға дейін, сап-сары құсады, сол құсқанға дейін келеді. Оң қабырға астының ауруы күзетіліп өтеді. Көбінесе іштің кебуі, іштің қатуы болады ол жерде. Ұйқышылдық, ұмытшақтық, ана затты ана жерге қойғанымызды ұмытып кетеміз, сондай жағдайларда болады. Кейін терімен көздің іші бар ғой, кәдімгі сарғаяды. Сосын кейбіреулерде мысалға бетіміз кәдімгі ақтаңбақ болады ғой, тура үлкендерде тура сондай болады. Кішкентай балдардікі мысалға ақтаңдақ болғаны ол құрттан деп көреміз. Көбінесе осы бауыр ауырғаны, бауырға май басқаны, көздің даже астын сарғайғаны да бауырдан болып есептеледі. Кейін көздің қарашықтан бөлек ағы бар ғой, көздің ағы кәдімгідей сарғыш, басқа рең болып кетеді. Не қылған кезде кейін мына тілдің реңі де сарғыштау болып кетеді. Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін бауырға май басқанға, бауырды жеңілдететін, бауыр клеткаларына жылтырататын жаттығуды көрсетіп өтемін. Бірінші очередьте бізде қараңыздар, денені бос қойып, осы екі қолымыз кәдімгідей тізенің үстінде тұру керек. Тура осылай қойып, денені бос қоямыз, кәдімгідей бос қойып, көзімізді жұмып, деп еркін тыныс алып, көзімізді ашып, кәдімгідей қолды жоғарыға көтереміз. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бұл неміз бауырдың нелерін кәдімгідей сергітеді. Бірінші денені сергітіп аламыз. Денені сергітіп алған соң бауырдың жаттығуына бастаймыз. Қараңыздар, біздерге енді орнымыздан тұрамыз. Енді екінші жаттығуымыз біздің кәдімгі мынау оң жақта ғой, бауырымыз. Бауыр оң жақта. Кәдімгі бауырға май басқан кезде оң жақ тұсымыз кәдімгідей мына қабырғаның асты деген кәдімгідей ауырайды, сосын жүрек айниды. Сосын аппетит болмайды. Асқа деген тәбетіміз ешқандай болмайды. Кәдімгі осы бауыр жақты айналдырып. Көкіректі кәдімгідей жеңілдік. Кешке жатар кезге істеңіздер, сосын азанда тұрған кездеріңізді істеңіздер де, соны азанда тұрған кездеріңізді істегеннен кейін сразу артынша жылы су ішіп жіберіңіздер. Қараңыздар, тағы да бір рет көрсетемін сіздерге. Міне. Деміз, дәл осылай. Дем алып, дем шығара беруіміз керек. Қараңыздар, кейін осылайна, қараңыздар. Дәл енді үшінші неміз, жаттығымыз, қараңыздар. Кәдімгі аяқты басқан кезде, кәдімгі бұлай жүру керек. Мысалы, оң жақта, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Әрбір жаттығуды 30 реттен. Мысалы қараңыз, мынаны. 1, 3 бауырға кәдімгідей. Осылай, тура осылай мен жасап жатқан кезде жасап көріңіздерші. 1, 2, 3, 4. Адам не үшін май басады? Белге, неге май басады, Сол май басқан, мысалға бауырға май басады, өт толады, өт қисаяды, сол кезде уже жайлап май жинайды. Енді қараңыздар, мен сіздерге тағы да бір неміз айтайын. Бізде енді 4-ші жаттығуымыз. 4-ші жаттығуда бізге мынандай кішкентай стол керек болады. Дәл осылай. Оң жақта болғаннан кейін қараңыздар. Оң жақта болғаннан кейін аяқты дәл осылай ашамыз. 1, 2, 3, 4 дейміз да, сосын сразу оң жақта былайны қимылдап, кәдімгі қимылдағанда бар ғой, деп 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Көрдіңіздер ғой, Сосын былайны, тура осыны не алған кезде, көбірек бері қарай тұрамыз. 1, 2, сразу 3. Көресіздер ғой. Оң жақта болғаннан кейін кәдімгі осыны де осы түске қатты көмектеседі. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. Көресіздер ғой. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Өте күшті жеңілдік болады. Енді ең соңғы жаттығуымыз қалды. Кәдімгідей кобра сияқты жерге кәдімгідей не аламыз. Оны неміз кәдімгі бауырымызға сондай жеңілдік болады. Өзіміз әрі бауырдың май басқанын жоямыз, әрі фигурамыз зың болады. Қараңыздар енді. Бізге осындай кішігірім жастық керек болады. Соңғы жаттығуымызға. Қараңыздар, жерге қоямыз кәдімгідей. Дәл осылай еңбектеп 1, 2, 3, 4. Болды, 30 рет істеледі. Сосын жастықты аламыз кәдімгідей. Кәдімгі осы оң жақ бауыр түсінеді. Осы екі жағына не алады, негізі май басқан кезде бар ғой, бауырға май басқан кезде, кәдімгідей жастыққа не алған кезде, ырыстап қалады адамшы, қазір көресіздер. Дәл осылай, нелер жерге тұрады, аяқтар ұшы. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Терең-терең демалып аламыз. Демаламыз тағы да. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Көбінесе негізгі себептері артық майлы тағамдар жеу. Көбінесе қазіргі жастарымыз, даже үлкендеріміз де пицца, фастфуд, суши деп сондайларға не болғанбыз ғой. Бағынбағанбыз кәдімгідей. Коланы көрсек те, ойбай, кола ішеміз деп, соларға да байланысты болады. Көбінесе кола бізді жақсы не қылады деп ойлаймыз. Наоборот, ол бауырды, клеткаларыны май бастырып қояды. Ол өтірік нәрсе. Сосын кейін неміз семіздік, негізгі белгілері семіздік.
бауырға май басқан кезде уже организмда кәдімгідей майланады. Түсінесіздер ғой. Сосын алкогольдан, арақ, шарап сондайлардан да болады. Негізі тамақты дұрыстау керек. Енді қараңыздар, емдеу мен күтім жағдайына келетін болсақ, майлы қуырылған тәтті тағамдарды азайту керек. Көбіректен ыстық су ішу керек. Ыстық болғанда кәдімгі 40 градустағы суды ішу керек көбіректен. Көкөніс, жеміс, яғни не десем болады. Көбінесе селдір бар ғой, селдір. Сол селдір өте бауырға өте пайдалы. Бауырға май басқанды, например, сумен неғып, суға қайнатып, сусынды қылып ішсеңіздер де өте пайдалы. Бауырдың клеткаларына май басқанды тезде лезде жояды. Енді мен сіздерге тура сол бауырды май басқан кезде қалай жаттығулар жасау керек. Дәл осы жаттығуларды, мен жасаған жаттығуларды жасасаңыздар, бауырдағы майлар тезде кетеді. Ешқандай дәрі-дәрмексіз, ешқандай уколсыз, дәл осы қозғалыстарды, жаттығуларды жасасаңыздар, өте керемет пайдасын көресіздер. Әрі білесіздер ғой, бауырға май басқан кезде бетке де дақтар түсе бастайды. Көбінесе бауырға май басқан кезде дәл осы мұрынның шеттеріне кәдімгі поралар болады ғой, қара дақтар, тура солар сияқты нелер тасып, тура мыналардың астына, ауыздардың астына да не болады? Май басқан кезде. Тура осындай кішкентай үгірелер болады ғой, тура сол сияқтылар шығып кетеді. Майланады кәдімгідейші, бетімізде майланып, кейбір неде организмдерде әртүрлі болады. Мысалға, біреулердің беті майланып кетеді, кейбіреулеріміздің беттеріміз құрғақ болып кетеді. Дәл мен жасаған жаттығулар жасасаңыздар, өте пайдасы керемет, зор пайда көресіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп өтіңіздер. Сіздерге пайдасы тисе, өте қуанышты боламын. Байса, қазағым байсы.